Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі хит болып жатқан карамельный пирог пісіреміз. Өте жұмсақ әрі дәмді, керемет болып піседі. Бізге керекті заттар ол үшін ұн, разрыхлитель, май және жұмыртқан сарысы, қаймақ, шемішке май, шекер қажет. Ыдысымызға алдымен ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді, яғни қопсытқышымызды салып аламыз. 2 құрғақ өнімді жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы маргаринімізді салып, крошка қамыр етіп жасаймыз. Крошка қамыр шығарамыз. Жақсылап араластырып, міне, крошка қамырымыз дайын болды. Енді бөлек ыдысымызға шекерімізді салып, үстіне жұмыртқаның сары уызын салып, және өсімдік майымызды құйып, сұйық майымызды құйып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Бір келкі болып шыққанға дейін араластырамыз. Алдыңғы жасалған крошка қамырымызға құйып, енді қамыр елеп аламыз. Міне, дайын болды. Енді жарты сағатқа қамырымыздың июі қану үшін холодильникке қойып қоямыз. Бөлек ыдысымызға сгущенный варенка, 3 жұмыртқамызды және 100 грамм сүтімізді құямыз. Үшеуін жақсылап араластырып, начинкамызды дайындаймыз. Біздің формамызға қамырымызды жабыстырып, міне, дайын болды. Енді біздің алдыңғы начинкамызды құямыз. Енді пешке қоямыз. Міне, дайын болды. Мен арахис дәнін майдалап, езіп, сәндік үшін бетіне сеуіп жатырмын. Міне, дайын болды. 180 градуста 30-45 минутта пісіреміз. Міне, қараңыздаршы, өте керемет, әрі жұмсақ болып шықты. Дәмі өте керемет. Міне, дайын болды. Біздің карамельный пирогымыз. Қараңыздаршы, өте дәмді, әрі тәтті. Лайк басып, подписать етіп жазылып қойыңыздар менің каналыма. Міне, қараңыздаршы, өте жұмсақ, тіл үйрер.